Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен Сәлем Жаңбаев Мансұр. Modern Teachers Academy 3-ші курс студентімін, болашақ математика пәні мұғалімі. Бүгін біз трапеция және оның қасиеттері тақырыбына атты есепті шығарып боламыз. Көп ұзамай трапецияның ауданына тоқталатын болсақ, біз трапецияның өзінде осындай А мен Б бір-біріне параллель қарама-қарсы қабырғалары бар. Бұл бізде ол кіші табаны, А бізде үлкен табаны, H бізде биіктік және N бізде оның орта сызығы болып табылады. Және оның бізде ауданы S тең A плюс B бөлінген көбейтілген H формуласымен анықталады. Яғни біз екі қарама-қарсы қабырғаларды қосып, үлкен кіші табанын қосып, оны екіге бөліп және биіктікке көбейтсек, бізде трапецияның ауданы шығады екен. Және бізде трапецияның екі түрі бар, яғни бізде тең бүйірлі трапеция, яғни атайтып тұрғандай тең бүйірлі, яғни бүйірлер бізде бір-біріне тең болады, яғни мынау бізде кіші табаны болса, мынау бізде үлкен табаны, мынау бізде кіші табаны, бізде биіктік, мынау бізде яғни бүйір қабырғасы болып табылады. Яғни бізде тең бүйірлі қабырғада екі бүйірі, мына екі бүйір бізде тең болады. Және бізде енді келесі тік бұрышты трапеция, яғни өзі атайтып тұрғандай тік бұрышты, яғни бізде бұның бұрышы бізде 90 градусқа тең. Және бізде сәйкесінше кіші табаны бар, үлкен табаны бар, бүйір қабырғасы L деп берейік, және бізде биіктігі бар. Және келесі есептерге көшейік. Бірінші есеп бізде не дейді? Трапецияның табандары 30 және 16 болса, оның орта сызығын табыңыз дейді. Сіздерге орта сызық туралы айтуға ұмытып кеттім. Яғни біз орта сызық дегеніміз трапеция сызайық. Біздің үлкен табаны, бізде кіші табаны. Орта сызық дегеніміз, яғни бізде ол осы қабырғаның ортасында орналасқан бүйтіп сызық. Біз оны қалай табамыз? Бұл орта сызықты табу үшін біз бұны М дейік. М деп белгілейтін болсақ, бұны біз екі қабырғаны қосып, екіге бөлу арқылы, яғни біз орта сызығын таба аламыз. Бізде трапецияның табандары 30 және 16 яғни бізде Б тең 16-ға тең, А тең 30-ға тең екен. Яғни бізге оның орта сызығын табу үшін біз 30 бен 16-ны қосып, оны екіге бөлу арқылы, бізде 46 бөлінген 2 нешеге тең болады? 23 сантиметрге тең екен. Және бізде қарайтын болсақ, бізде аудан біз қандай форманы табушы едік, яғни А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H қой. Ал бізде А плюс Б бөлінген 2 ол бізде орта сызыққа тең, яғни сәйкесінше біз мынаны орта сызық және М деп алмастыра аламыз. Көбейтілген H десек те болады. Келесі есеп. Трапецияның табандары 8 см және 12 см еді. Ал биіктігі 5 см. Ауданын табыңыз дейді. Яғни өте қарапайым есеп. Сатын болсақ, табандары 8 дейді және 12 дейді. Және бізде биіктігі 5 дейді. Яғни бізде барлығы берілген. Тек қана формула сала саламыз. А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H атты формуласына. Бізде 8 плюс 12 бөлінген 2 көбейтілген нешеге тең? Бізге 5-ге тең екен. 8 мен 12-ні қоссақ 20, 20-ны 2-ге бөлсек 10, 10-ды 5-ге көбейтсек, бізде яғни қанша? 50 сантиметр квадрат екен. Келесі есеп. Тік бұрышты трапецияның кіші табаны 6 см дейді. Үлкен бүйір қабырғасы 8 см және сүйір бұрышы 30 градус дейді. Ауданын табыңыз дейді. Бұл жерде назар аударатын болсақ, яғни бізде тік бұрышты трапеция деп тұр. Яғни бізде тік бұрышты трапеция қалай ол? Яғни бізде тік бұрышы, яғни 90 градусқа тең болады. Бұрыш 90 градусқа тең. Айтады, кіші табаны сантиметр, яғни бізде мына табаны бізде 6 сантиметр. Үлкен бүйір қабырғасы дейді, мына бүйір қабырғасы 8 сантиметр дейді. Және бізде оның сүйір бұрышы 30 градусқа тең дейді. Және бізде аудан табу керек екен. Соны қалай табамыз? Бізде бұрыш берілген екен, осы бұрышты қолданайық сәйкесінше. Осылай біз биіктік түсірейік бұл жерден. Және бізде теорема бар, 30 градусқа қарама-қарсы жатқан қатет гипотенуза жартысына тең деген. Яғни бізде қарама-қарсы осы қатет жатыр. Бізде гипотенуза 8. Яғни оның жартысы дегеніміз, яғни бізде ол 4 см. Яғни біздің биіктігіміз, яғни сәйкесінше 4 см екен біліп алдық.
Енді бізге не табу керек? Бізге үлкен қабырғасын табу керек, яғни мынаны табу керек, иә, бізге. Оны біз қалай табамыз? Бізге мына бөлігі белгілі, яғни мына бөлігі жеке денелі, мына 6 екен белгілі. Мына бізге x десек болады, мынаны табу керек, осы x табу керек бізге. X-ті біз қалай табамыз? X табу үшін біз яғни қарап отырсақ, біз мына тікбұрышты үшбұрыш, біз бұны яғни қарапайым Пифагор теоремасынан таба саламыз. Яғни біз оны қалай табамыз? X квадрат дейміз, гипотенузаның квадратын азайтамыз катеттің квадратынан. Яғни бізде x квадрат тең болады 64, 4-тің квадраты 16, иә? Және x квадрат біз нешеге тең болды? 48-ге тең, иә? X тең бізде түбір астында 48, немесе бұл бізде нешеге тең болады? Түбір астында 48 дегеніміз бұл бізде 4 түбір асты 3, 4 түбір асты 3. Енді біз x тауып алдық. Енді ауданын тауып берсек болады. Біз жақсы бүйтейік. S деп алайық. Енді бізде A-ның орнында бізде 6 сантиметр тұр. Және де бізде 4 түбір асты 3 бар. Осы екеуінің қосындысы бізде ол A-ны береді. Енді бізде 4 түбір асты 3 плюс 6 бізде B, яғни кіші қабырғамыз 6-ға тең. Осыны біз бөлеміз 2-ге. Және көбейтеміз биіктікке. Биіктік бізде 4-ге тең. 4-ге. Енді 2 мен 4-ті қысқартатын болсақ, бізде 2 қалады. Және 6 мен 6-ны қоссақ 12. Сәйкесінше бізде 12 плюс 4 түбір астында 3. Және сағашының сыртында 2-ға көбейтіледі. Ашатын болсақ, бізде яғни 24 плюс 4 пен 2-ні көбейтсек 8 түбір астында 3. Және осы жерден 8-дер ашасынан шығарып жіберетін болсақ, 8 3 болады, плюс түбір астында 3 деген сантиметр квадрат жазып қояйық ауданы. Осындай жауап шығады екен. Келесі есеп. Орта сызық 10 сантиметр, ауданы 20 сантиметр трапецияның биіктігін табыңыз дейді. Біз яғни орта сызық беріп қойған екен, м деп белгілейік, оны 10 сантиметр. Мана аудан берілген, ауданы бізде 120 сантиметр квадрат дейді. Бізге не табу керек? Бізге h табу керек. Мана айтқандай бізде біз формуланы a плюс b бөлінген 2 көбейтілген h атты формасымен табамыз, иә? Ал орта сызықты біз a плюс b бөлінген 2 мен формуласымен табамыз. Яғни біз бұны m мен алмастыра аламыз сәйкесінше. Яғни m көбейтілген h деп. Себебі бізде m бізде орта сызықты біз a плюс b бөлінген 2 формасымен табамыз. Яғни біз оны осылай алмастыра аламыз, яғни сәйкесінше. Енді бізде яғни m берілген, бізде не s берілген, m бар, және бізде h табу керек. H-ты біз қалай табамыз? H табу үшін біз ауданды орта сызыққа бөлеміз. Яғни 120 бөлінген 10 өз нешеге тең? 12 сантиметр, мына жері сантиметр квадрат, мына жері сантиметр, сантиметрмен қысқарса сантиметр ғана қалады екен. Яғни біздің биіктігі 12 сантиметрге тең. Назар салып тыңдағаныңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған мен Жамаев Мансұр, 3-ші курс студенті, болашақ математика мұғалімі. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.